Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз сырға салуға арналған сәукеле тігетін боламыз. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сәукелені тігу жолын үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге коробка керек. Осындай көлемдегі үлкен эскиздарды сызып алуға. Және эскиздарымыз, яғни бұл 25-50 сантиметрлік осындай ұзын етіп қиып аламыз. Бұлардың барлығын коробканың үстіне сызып түсіретін боламыз. Және мынандай сәукеленің басына осындай етіп кесетін боламыз. Дайындап сызып алдық. Енді бізге мынаның бетін қақпағын жауып тұратын мына жерде қанша сантиметр? 2,5 сантиметр жеке сызып алатын боламыз. Бізге сәукеленің төбесін жасағанға дөңес ететіндей коробканы таңдауымыз керек. Мына коробка менде қаттылау болғандықтан мен ондай жұқа буклетті таңдап отырмын. Осыған мен қазір нені сызатын боламын. Бұл сәукеленің төбесі болады. Сөйтсе конус тәріздес болады. Сыртын матамен қаптаған кезде 1,5 сантиметр артықтау етіп кесеміз. Өйткені біз ыстық клейдің көмегімен жабыстырған кезде қайырып жабыстырғанға бізге осы ыңғайлы болады.